Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бұйым талайдың түсіне кіріп ұйқысын қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жолдарын жасап, ұрламаққа бел буады. Бұл жоспардағыдай жүзеге асып, тасты патша сарайынан ұрлап шығады. Алайда есік алдындағы күзетші ұрыны байқап қалып, артынан қуа жөнеледі. Қашып құтылмасын білген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қолына сүңгітіп жібереді де әрі қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасынан оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екенін хабары жоқ қайыршы таңертең оянады да баяғы тіленшілік өмірін әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл тас бұйымды байқар еді. Оны сатса, байлыққа кенеліп, өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салып, қолын қалтасына салмастан тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт зулап өтіп жатады. Күндердің күнінде қайыршы да өмірден озады. Асыл тас кір болып, шіріген киімнің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымызда асыл тас сияқты қымбат қабілет бар. Алла тағала адам баласының небір қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссада қайыршы секілді көп адам өзіндегі бағалы тасын, яғни қабілетін, қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазынаның кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп дамытпастан мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше өз бойыңдағы асылыңды ашуға ұмтыл. Еңбектен, ең бастысы өзіңе сен. Қалтаға қолыңды сал. Абайдың өзіңе сен, өзіңді алып шығар ақылың, ақылмен қайратың екі жақтап деп өсиетін үнемі есте сақта. Ұлт ретінде қазақтар Аллаға шүкір, жан-жақтымыз, қабілеттіміз де басқадан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді. Қазақ еріншек деген доғарып халықты оятуымыз керек. Алаш, Көсем, Әлихан, Бөбейхан кім шебер болса, жалықпай, талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып әділ іс қылса, ғұмыр бейнесі соныңкі. Қазақты тып-тыныш жатып, еріншек еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәрін жарайды. Бірақ оларды қозғау керек деген аса көргем пайым. Білім ал, өзіңді жетілдір. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арасына аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман. Міржақып Дулатұлы. Адам баласы дүниеге көзін ашқан сәттен бастап өміріне керек қарапайым қажеттілікті үйренуге мұқтаж. Тамақ жеуді, еңбектеп жүруді, тіл қатып сөйлеуді өзін белгілі бір уақыттан соң ғана үйрене алады. Адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін тұсы да осы. Мысалы, жан-жануарлар дамымайды, кемелденбейді. Әрқайсының өмір сүру қажет қабілет қарымы болмысында, туа бітті табиғатында бар. Оларда сана жоқ, сондықтан олар арнайы оқып, тоқып үйренбейді. Олардың деңгей дәрежелері бір қалыпты, төмендемейді де, өспейді де. Періштелердің адам секілді нәпсілік қалауы жоқ. Ішпейді, жемейді, үйленбейді, көбеймейді, шаршамайды. Демек, күреспейді, қиындықтармен алыспайды. Ал күрес болмаған жерде өсу де даму да жоқ. Барша періштелердің адамды мойындап оған бас иетіндігін сыры осында жатыр. Адам періштеден үстем еткен ең биік қасиеті оған үйретілген есімдер, яғни білім. Адам
білмеген нәрсені дұшпаны, әсіресе хабары жоқ нәрсені күдіктеніп қорқады, шегіншектеп тартынады. Ал оқып, біліп, зерттеп, білмеген нәрсесін, табиғатын, қыр-сырын түсінген кезде өзіне өзі деген сенімділік, батылдық пайда болады. Көкірегі күдіктен сейіліп, қадамы нық, даусы жарқын шығады. Білімді адамның кез келген іс-әрекеті, адаммен сөйлесу мәдениеті, ұжымды басқару қабілеті, ұрпақ тәрбиелеу жұмысы, жасаған кәсібі де өзгеше болады. Құранда білмейтіндер мен білетіндер бірдей ме делінгені де сондықтан. Бір аятта Алла араларыңды шынайы иман келтіргендер мен өздеріне ілім берген білімдердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар деп, бұл дүниеде де, ақыретте де білімді адамдардың дәрежесі үстем болатындығы білдірілген. Имам бір сағат білімнің дәмін татпаған кісі өмір бойы надандықтың қорлығына тап болады деген. Иә, білім алу тегін емес, бірақ надандық одан да қымбатқа түседі. Ендеше ең бірінші дағды үнемі оқу, ұдайы үйрену болмақ керек. Өзіңе инвестиция салуға аянба, білімге ақша үнемдеме, сапалы семинар, пайдалы курстарға қатыс. Абай айтпақшы, дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білімге салған қаражаттың, жұмсаған уақыттың мен қажыр-қайратың саған өмір бойы пайдасын тигізетін болады. Бір алаяқтардың ұйымдастыратын сапасыз семинар курстарынан сақ бол. Біліммен дос болсаң, өзіңе деген сенімділікте, жетістікте көп кешікпей жаныңнан табылады. Олай болса, қандай жаста болсаң да, нендей жағдайда жүрсең де әрдайым оқы, үйрен, білім ал. Үйрену ешқашан кеш емес. Үйрену үшін оңтайлы уақыты, ыңғайлы жағдайды күтпе. Қазіргі уақытта жылдам жылжуда, тез құбылуда, барлық нәрсенің моделі сан санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген ілімің бүгін жарамай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше оқуды, үйренуді тоқтатпа. Әр күннің жаңа нәрсені үйренумен, білім көкжиегіңді кеңейтумен өссін. Бойыңдағы үрейден арыл. Армандағанның бәрі қорқынышыңның арғы бетінде тұр. Қорқыныш пен үрей адамның Алланың табиғатына орнықтырған ең керекті сезімдердің бірі. Басыңа келер қауіп-қатерден қорғану үшін бұл сезім аса қажет. Егер бұл қасиет болмаса, жауапкершілікті мүлде сезінбес едік. Бәлкім, қайнап тұрған суға, жанып тұрған отқа түсуде, биіктен секіруге салудан қорықпас едік. Қорқыныш сезімі болмаса, батырлық пен ерліктің де қадірі болмас еді. Қорқу сезімі адам жаратылысындағы табиғи құбылыс. Адам қорыққанда мидың бірнеше бөлігі қызмет етеді. Әрқайсының өз міндеті бар. Мәселен, таламус мүшелерінің көз, құлақ және тағы да сол секілді келген ақпаратты қайда жіберетінін шешеді. Соматосенсор қыртысы келген ақпаратты түсіндіреді. Сөйтіп, адам миы отқа түскен көбелектің күйін кешеді. Адам баласы ең үлкен қорқынышты сезеді. Бүкіл ағзамен қоса жан дүниесі де қорыққанын қайтерін білмей дал болады. Сөйтіп, гипоталамус бірден бір күшімен іске кірісіп, тәуекелдің жолын бөгейді. Нәтижесінде адам жаңа нәрсе жасаудан тартынады. Осыған дейін өзі де секілді мыңдаған бейбақ жүрген соқпақ жолға түсіп кетеді. Мұндай адам ешқашан бар әлеуетін толық аша алмайды. Әйтеуір жаны бар адамға ғұмырын кешіп өтеді. Демек, барлық адам қорқады. Бауыржан Момышұлы айтпақшы, ешкім іштей батыр болып
тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбие байланысты қалыптасады. Жетістікке жеткен небір мықты тұлғалардың басқа адамдардан айырмашылығы іштегі орынсыз қорқынышын жеңіп үрейге қарсы жүзе алуында жатыр. Ал ынжық пенде өз үрейінде қамалып, қорқынышты ойларынан мат алып, әрекетсіз бір орында қала береді. Кез келген талпыныстың қателіксіз түрде асуы екіталай. Іс жасаған адам міндетті түрде қателік дәмін татады. Жеңілістің ащы, жеңімпаздың тәтті дәмін татпай, адам шынайы жетістікке жетпейді. Жақсылық жолында күресу, тұғыры биік абыройлы іс демек, қателесуден қорықпа. Альберт Эйнштейннің өмірде қателесіп көрмеген адам ешқашан жаңа нәрсе жасап көрмеген адам деп қанатты сөзі бар. Меніңше, еш нәрсе жасамаған адам да қателеседі. Өйткені бір-ақ рет берілген қамшының сабындай қысқа өмірде жаңа нәрсе жасау ұмтылудан асқан қателік жоқ. Ұмтылмаудан. Әрбір қателік тәжірибе, әрбір жаңылысу жақсы іске жетелейтін баспалдақ. Томастың 10 мыңнан аса жасаған тәжірибесі сәтсіз болған. Кейін ғана электр шамын, лампаны ойлап тапқан екен. Сондағы айтқаны: мен 10 мың рет сәтсіздікке ұшырап, жеңіліс тапқан жоқпын. Бар болғаны 10 мың жұмыс істейтін жолды анықтадым. Көп жағдайда адам баласы өзі білмейтін нәрседен қорқып, алдында не күтіп тұрған болжай алмаған жағдайда үрейленетін айттық. Мысалы, тас қараңғыда жөн табу қиын, әрдайым бір нәрсеге соғылып қалам ба, құлап кетемін бе деген үрей бойды билейді. Яки кез келген сыбдырдан күдіктеніп, әрбір қарайғаннан үркесіз. Олай болса, қорыққан нәрсенің қыр-сырын білуге ұмтыл. Ол жайлы зерттеп кітап оқы, сонда алдыңда соқыр тұман ашылады. Айналаңды көре аласың. Қайда бара жатқаныңды білген кезде бойыңдағы қорқынышта сейіле бастайды. Мысалы, бір бизнес бастағың келеді, бірақ оның қыр-сырын толық түсінбегендіктен, ұңғыл-шұңқырын терең білмегендіктен, жұмысым іске аспай қалса не болады деп қорқасың. Жылдар өте де батылың жетіп, ойыңдағы кәсіпті бастай алмай, шегіншектей бересіз. Ал оны жан-жақты зерттеп, түрлі оқып, сол салада тәжірибелі адамдармен ақылдасып, істің ретін біліп, тәуекелді барынша азайтқанда өзіне деген сенімділік пайда болады. Бойдағы кері тартып тұрған үрей сейіле бастайды. Кітап жазу хикаям. Қателіктен қорықпа. Өйткені кез келген іс кемшілік пен қателіктен тұрады. Адам баласы барлық нәрсені үйреніп тумайды. Өзінің өткен өміріне көз жүгірт. Сан рет құлап, сүрініп, шалынып, тік жүруді үйрендің. Төгіп, шашып, ақыры тамақ жеуді меңгердің. Былдырлап жүріп тілің шықты. Мектепте әріптерді ежелеп, әрең оқығаның есіңде болар. Тек 1-2 жыл өткен соң зуылдатып оқи бастадың. Ендеше өмірдегі әрбір қателік пен кемшілік кемелдікке қарай жасалған тәжірибе. Бастысы сабақ алып, алға жылжи білу. Көш жүре түзелетіндігін ұмытпа. Өз басым 2001 жылы Египеттен оқу бітіріп келген кезінде кітапта жазудан қорықтым. Өйткені 8 жыл бойы шетелде басқа тілді білім алған маған қазақ тілінде кітап жазуды елестетудің өзі қорқыныш болған. Өйткені өмірімде кітап тұрмақ, біреудің бір мақала жазып көрмеген едім. Ішімде орныққан сонша жыл шетелде оқып келдің, білгеніңді халыққа жеткізуің керек деген ниетім, кітап жазу қолымнан келмеді деген қорқынышым һәм сенімсіздік тежей бердім. Оның үстіне компьютер қолдануды мүлдем білмейтінмін. Компьютерлік пернетақтасына қайта-қайта қарай ойымды бөлмеу үшін 10 саусақ пернетақтаға қарамай жазу деген әдісті үйрену
қажеттілігін сездім. Алайда оны үйренейін десем, жеке компьютерім жоқ. Әйтеуір біреудің пернетақтасын алып, картон қағазға суретін көшіріп алдым. Әріптердің бәрін орнына сызып қойдым. Сөйтіп қолымды 10 саусақ әдісіне үйрете бастадым. Қалайда маршруткада кетіп бара жатып та көз алдында компьютер пернетақтасын елестете отырып, ойша бір нәрсені жазу арқылы 10 саусақ әдісін машықтануды әдетке айналдырды. Нәтижесінде көп күттірмеді, пернетақтаға қарамай қазақша жылдам жазуды меңгеріп алдым. Діни мәдениетінде арабша аят, хадистер көп кездесетіндіктен кейіннен 10 саусақ тәсілін арабша жазуды да үйрендім. Уақыт өте келе іштегі қорқынышымды жеңдім де біссіміллә деп кітап бастадым. 1,5 айда 17 бет жаздым. Осыны жазып болғанша жалғыз өзім бір үйді бастан аяқ салып шыққандай күй кештім. Сөйлемді дұрыс құрай алмаймын. Сан рет өшіріп қайта жазамын. Сөйтіп жүргенде танысым берген, тозығы жеткен ескі компьютерім күйді де кетті. Ішінде 1,5 ай қиналып жазған дүнием қоса өшті. Ішім күйді, аһ ұрдым. Мамандар жазбамды қайта қалпына келтіріп бере алмады. Амал жоқ, бәрін қайта жазуға тура келді. Бір қызығы 17 беттің әр сөйлемі жадымда жатталып қалыпты. Сөйтіп өзім көшіріп шықтым. Ақыры 1,5 жыл дегенде бас аяғы бір кітапқа жетерлік жазба пайда болды. Оны редакторлыққа берсем, олар қызыл пастамен түзетіп қайтарады. Қағаз қызыл бояудан көрінбейді, бейне бір бастан аяқ қайтадан жазылғандай. Оны апталап отырып қайта түзетіп шығамын. Түзеткен сайын сөйлем құраудағы, сөз таңдаудағы қателіктерімді көріп отырдым. Дәл осылай 6 рет редакцияладым. Әр түзеткен сайын қызыл бояу азая түсті. Соңында кітап болып жарыққа шықты. Бір қызығы осы кітабым ең көп оқылым әкелді. Кейін бірнеше кітап жаздым. Ең алғашқы кездегі қорқынышымды жеңбегенде басқа кітаптармен қатар қазір мына өзіңіз оқып отырған кітап та жазылмаған болар еді. Не бір қабілет қарымы мықты адамдар мен тәрізді іштегі үрейін жеңе алмағандықтан ұпайынан айырылып жүр. Өкпе, реніш бар жерде естеліктер болады. Біз өзгелерге ренжу арқылы олардың бізге қате қарым-қатынас жасағанын көрсеткіміз келеді. Алайда реніш пен өкпеге толы ойлар өзгелермен қарым-қатынаста ғана емес, денсаулығымызды да құртатынын біле бермейміз. Өкпе, ренішті жинай отырып, бойымыздағы ауруларды да жия береді екенбіз. Бойымызда пайда болған сырқаттар реніш атауын ұмыту керектігін ескертеді. Олай болса, реніш пен өкпелі ойлардың өмірге қалай әсер ететінін қарайық. Әрқайсымыз осы бір жанға жағымсыз реніш деген сезімді бастан кешірдік. Әдетте өкпенің бойымыз бен ойымызға қандай іс қалдырып жатқанын біле алмаймыз. Алайда бізге жасалған әділетсіздіктің жарасы ешқайда кетпей ішімізде қалады. Оны көзге ілмей аңғармаған болғанмен, ол үнсіздік бара-бара ұлғайып өзімізді улай бастайды. Реніш әртүрлі. Мән-жайды ортаға салып талқылап алған кезде ізі де қалмай жоғалатын өкпе болады. Өмір бойы ішіңе жасырып жүретін реніштер де бар. Тіпті ондай ойларды қайда жіберетінімізді білмей қалып та жатамыз. Соның нышаны. Анаңызға, әкеңізге, жарыңызға, немесе әріптесіңізге, өзіңізге, балаңызға, туыстарға, немесе достарға деген реніштер бар. Бұл реніштер сыртқа шықпаса да өмір бойы жиналып жатады. Ал жиналған өкпе мен реніш бақытты болуға, жайлы өмір сүруге, кеудені керіп, демалуға кедергі келтіреді. Ата-анамен қарым-қатынас барлық нәрсенің діңгегі. Атап айтқанда қарым-қатынас
барлық нәрсенің діңгегі, атап айтқанда қарым-қатынас, кіріс, ішкі жағдайыңды қалыптастырудың діңгектері. Ескі ренішті кешіргенде іштей жеңілдеп қаласыз. Көп мөлшердегі энергияны бостандыққа шығарасыз, бақытты боласыз. Жаңа жоба жасауға жол ашады, армандардың орындалуына жол ашады. Отбасымызды бақытты етеді. Денедегі күш қуатымыз артады. Ішіміздегі жатқан өкпе, реніш, ауыр жүк, қап толы тасты арқалап жүргенмен тең. Адам баласы өкпе мен ренішті ұмытып кешірген кезде өзін кінәлау мен елден ұялу деген сезімдерден арылады. Бойына қуат бітіп, әлде қайда бақытты ғұмыр кешпек. Балалық шақтағы реніш тарихты өзгертеді. Қарттардың адамдық осалдықтарына кешірімді бола біліңдер. Ренішті балалық сезім деп те атап жатады. Ал үлкендер біреулер ренжіп қалса, не болды, бала құсап деп жатамыз ғой. Шынымен де өкпе, реніш сезімдермен бала кезімізде танысып үлгереді екенбіз. Алайда үлкен бола тұра басқаларға күшіміз жетпейді. Ішкі көңіл сезімдерді ақылмен басқаруға келмейді. Ол өз өміріңнен өмір сүреді. Адамды итеріп алатын құдіретке ие. Олар уақытқа тәуелді емес. Басқаша айтқанда, тіпті 50 жыл бұрын өтіп кеткен жанды жаралар, жағдайлар сезімнің ықпалымен орын алғаны анық. Және ол психикаға уақыт мөлшері жағынан маңызды емес. 50, 20, 10 жыл бұрынғы болған жағдай қанша жыл өтсе де әсері жойылмай адамның өмір тарихына ықпал етеді. Өкпе психологиялық тұрғыдан айтар болсақ, ақыл күшке ие, тіпті жылдар бойы адамның өміріне ықпал етіп тұра беретін сезім. Ашу психологиялық шекара бұзғанда көрініс табады. Бірақ адамның ұстамдылығымен тежеп тұратын негативті күй. Бұл жағдай бала кезден басталады. Ата-ананың баланың ашуын көтере алмаған кезде оны басып тастап отырған. Сол кезде бала шарасыздықтан өзімді қорғау үшін ештеңе істей алмадым деп өкпелейді. Өкпенің басым бөлігі ескі және әрі ол адаммен өмір бойы бірге ғұмыр кешеді. Анаға реніш. Мені ешкім жақсы көрмейді. Ана жүрегі тым терең. Сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Баланың бойындағы реніш ол құрсақта жатқанда пайда болуы мүмкін. Яғни ата-анасы оны қаламаған кезде, алдырып тастау туралы ойлаған кезде ақ сәби оны құрсақта жатып ақ сезеді. Осыдан кейін балада анаға реніш деген үлкен дерт туады. Ол мені жақсы көрмейді деп анасын жазғырады. Бәлкім мынандай жағдай: анасы оған суық қарауы, үнемі жұмыстан қолы босамауы, аушушаңдығы, әр істі қатаң қадағалап отыруы, немесе керісінше аналық міндетіне жауапсыз жан болуы ықтимал. Бәлкім шектен тыс сынайтын немесе қалай дұрыс тәрбие берем деп сұраған болып баласын үнемі өзгенің тәрбиесіне беріп қояды ма? Бала кезден келе жатқан өкпе реніш баланы ұнатпайтын бақша, лагер, ата-анасының баланы қаламайтын жаққа жіберу, жұмыс басты ана аз уақыт бөлуі, есейіп қалғанда балам жақсы болсын деп басқа қалаға оқуға жіберуі, анаға деген сағыныш, одан туған реніш болуы ықтимал. Әрбір адам осы секілді жан жарасын арқалап жүреді. Өйткені ешбір ана баласын ол қалағандай жақсы көре алмайды. Ана баласын қалай жақсы көрсе, бала да анасын солай жақсы көреді. Әйел адам өзін бала күнінде қалай жақсы көрсе, соны ғана бере алады. Шынайы махаббат көрсете алмаған аналар махаббатқа тоя алмаған бала тәрбиелеп өсіреді. Дегенмен бұл аксиома еш нәрсе істей алмайсың деген сөз емес. Баланың сезіміне көңіл бөлу, оның балалығына немқұрайлы қарамау, балалықпен танытып отырған уайымына бей-жай қарамау, үнемі онымен бөлісіп отыру арқылы оның дұрыс толық
қалыптасуына көмектесесіз. Сонда ғана бала теріс ықпалда емес, ішкі сезімін ұстамдылықпен тежей алатын адам болып. Өзгеру үшін мотивацияны қайдан аламыз? Өз өміріңді өзгерткісі келетін үшін жаттанды сұрақтың бірі: алғашқы қадам жасау қорқыныш қалай жеңуге болады? Ұнатқан ісіңмен айналысу үшін ең бірінші неден бастау қажет? Бұған қысқа жауап қайырған тема еді. Оған өзімді өзгеріске қалай ынталандырсам болады деген сұрақ қойды. Тема ешқалай, көш соңында қала беріңіз деп жауап қайтарады. Дөрекі көрінгенмен айтылған ой дұрыс. Түйінін шешіп айтар болсақ, бірінші қадам неден басталу қажет? Өміріңнің қадірін арттыру, дұрыс мақсат қою, жолыңыздың сызбасын жасау. Мақсат қою мен оған апарар жолды таңдауға кейінірек тоқталатын боламыз. Ал қазір өміріңіздің қадірін арттыруға келейік. Өмірінің қадірін арттыру, ұнамайтын істермен айналысумен уақытыңды өлтірмеу. Бұл өзгерісті дәл қазір бастамаса, кейін мүлдем кеш болатынын тағы да бір еске салайық. Кастяның бақытқа жету хикаясы. Біз білетін мотивацияның қарапайым екі түрі бар: жетістікке жету, ұмтылыс және мәселені шешу. Яғни бізді әрекет ету тек қана өзгеріске ұмтылу не басымызға келген ауыртпалықтар итермелейді. Мысалы, менің танысым Кастя өзінің айыспақ дертке шалдыққанын білді. Дәрігерлер оған бұл дерттің ең соңғы сатысында тұрғанын, бар жоғы 2 ай ғана ғұмыры қалғанын айтады. Костя не істейді дейсіз ғой? Қалған аз ғұмырын өз қалауынша өткізуге шешім қабылдады. Оның арманы тұрғылықты жерін теңізге жақын аймаққа ауыстыру болатын. Көпшілік уақытта гитарасын қолға алып, теңіздің жағасында ән шырқағысы келетін. Сөйтіп барлық мүлкін сатып, Малайзияға билет алады. Көп кешікпей арманына айналған теңіз жағалауына көшіп барады. Сенесіз бе? Ол өлкенің ең бақытты жандарының біріне айналады. Қалағанша гитара тартып, өлең айтып, танымал бола бастайды. Кейіннен дәрігерлер хабарласып, біз қателіктің кеткендігін айтып ақталды. Оның алда ұзақ ғұмыры бар екенін, ал өткен өміріне оралудан бас тартты. Кастя қазір де Малайзияда бақытты өмір сүріп жатыр. Сол жерде музыкалық топ құрып, өзіне ұнайтын іспен айналысуда. Қол қусырып отырып, үлкен мәселені күту — бұл еріншектерге арналған нұсқа. Басымызға бәле үйірілмей тұрып, адамда мотивация болу қажет. Қателесуден қорқуды қалай жеңуге болады? Сара Спенк компаниясының бас атқарушы директоры. Компанияның іш киімдермен айналысады. 2012 жылы американдық Forbes журналы Сараны әлем бойынша ең жас миллиардер әйел тізіміне қосты. Барлығына өзі қол жеткізгендік әлемдегі 100 ықпалды әйелдер тізіміне енді. Сарадан осындай жетістікке қалай жеткенін болатын сұрағанда ерекше жауап берген еді. Оның айтуынша маңызды болған факторлардың бірі әкесінің күнделікті қоятын сұрағы болатын: бүгін қандай қателік жібердің? Егер Сара ешқандай қателік жасамадым, қолымнан барлығы келді деп жауап берсе, әкесі мұңайып қалады екен. Әкесінің айтуынша қателік жібермеген адам бір орында қалып қояды. Яғни ешқашан өсу болмайды. Менің ойымша әкесі дұрыс айтады. Күнделікті өмірде мінсіз болғысы келетін адамдар көп кездестіремін. Сондықтан олар қашан да дұрыс шешім қабылдағысы келеді. Олар үнемі тиімді нұсқаны іздейді. Кез келген қателік зәре құтын қашырады. Олардың өзіне деген бағасы түсіп, әрекетін тоқтап қалуына әкеледі. Адамдар қателік жасаудан қорқады. Ең үлкен қателік жасаудан қорқу. Қателіксіз жеңіс болмайды. Қателік жасай отырып, жаңа мүмкіндіктерді кездестіресіз. Сараның әкесі айтқандай, қателік болмаса жеңіс болмайды.
Не істеу керек? Менің ойымша үйренудің жолдары Джон Кессидің допты қабылдау жайлы кітабында жақсы сипатталған. Кітаптың бірінші жартысында допты қабылдап техникасын, оған үйрену немесе допты қалай таңдау керектігін айтады. Керісінше допты жіберіп алуды үйретеді. Джон оны қарапайым тілмен түсіндіріп береді. Қателік жасау үрейі ми мен денені тұмшалап тастайды. Сондықтан біз өзімізді еркін ұстамаймыз. Сөйтіп қолымыздан ештеңе келмей қалады. Алайда допты 1000-ші рет түсіріп алсақ, оған етіміз үйреніп, 1001-ші рет түсіріп алудан еш қорықпаймыз. Міне осы кезде ғажайып басталады. Біз қателіктерге қарсы тұруды доғарып, өзімізді еркін ұстау арқылы сәтті нәтижеге қол жеткіземіз. Осылайша қателік жасай келе кейінгі әрекеттеріміз жеңілдей түседі. Мүмкін біз ойлағандай жеңілдемейді, ешкім оны білмейді, бірақ айқын нәрсе қателік табысқа жол ашады. Тағы да асықпай оқы. Қателік табысқа жол ашады. Сауда-саттықта осыған ұқсас 1000 жоқ ереже бар. Оның мағынасы сіз өзіңізге 1000 текшені көрсететін кесте сызасыз. Әр текшеге жоқ деп жазасыз. Сіздің тапсырмаңыз 1000 жоқты, яғни бас тарту жинауыңыз керек. Бастысы қорықпай белгілеуді жалғастыра беріңіз. 1000 бас тартудан кейін сату кезінде үрейіңіз жоқ болып кетеді. Осы тұста Майкл Джорданның қанатты сөзін келтіргім келеді. Мен мансабыма 9000 рет аса мүлт кеттім. 300-ге жуық ойыннан ұтылдым. 26 рет маған шешуші допты лақтыруды сеніп тапсырылды. Ал мен оларды ақтамадым. Мен қайта-қайта жеңіліске ұшырай бердім. Міне соның арқасында мен жеңістікке жете алдым. Сондай-ақ маған осы жайлы Арканум тұлғаны оны дамыту орталығының негізін салушы Алексей үздік шешім атты жазбасы ұнайды. Күндердің бір күні ұстазбен әңгімелестім. Мен алдымда екі таңдау болғандықтан жанымды қоярға жер таппадым. Қателесуден қатты қорқтым, өйткені артқа шегінсем, өкініш мені жеп қоятын. Қайтсем де қателеспеуім керек. Осылайша ұстазыма осы сұрақты қойдым. Ол әдеттегідей сабырлы қалыпты бұзбады. Мен шыдамсызданып, қалай қателік жібермеудің амалын сұрағанымда ол «Ал сен қателік жіберіп көр» деді. Таң қалғаннан жағамды ұстадым. Мен жарты сағат бойы бұл мүмкіндіктің қалай маңызды екенін түсіндім. Бір қателіктің өмірді күл талқан ете алатынын айттым. Ал ол өзінің айтқанынан қайтқан жоқ. Қателік жаса, әрине оңай емес. Сен жоспарлағандай болуы да мүмкін. Өмірің толықтай сезін. Сенің жүрегің тек қалағанын алмайды. Сенің қателесіп, кейін өкінгенің жақсырақ бола берсін. Бұл өмір заңы. Кез келген тәжірибеден шығынсақ, олай болса қателік несіне бас тартамыз? Ол дәл осыны айта берді, тоқтамады. Не айтқан толығымен есімде жоқ. Есімде бір ғана нәрсе қалды. Осыдан кейін оқиғаның салдарынан сексенбейтін болдым. Қорқыныш кетіп қалды. Мен бір оқиғаны түрлі ракурстан жан-жақты талдай алатын болдым. Ұстазым әңгімесін аяқтамастан бұрын шешім қабылданды. Мен екі нұсқаны да таңдауға дайын едім. Әлі күнге дейін сол қайсарлық өн бойымда сақталған. Өмір ақ пен қарадан тұрады. Тағдырдың қандай тосын сый дайындағанын білмейміз. Өмірде қандай ауыртпалықтарды арқалауымызға тура келетіні де белгісіз. Қандай жағдай болмасын, барлығын қорқынышсыз қарсы алу керек. Қорқынышсыз өмір сүрген абзал. Бұл нағыз дұрыс шешім. Таңдау қандай? Кітабында бір керемет әдіс бар. Рор жобасының таныстырылымы болып жатқан Дришер әрі педагог Бенджамин қорқыныштан ада болудың мағынасын түсіндірді. Бұл танысымда
Сандер 15 жасында Виллочтың қабілетін ашуға көмектеседі. Бахтың пьесасын орындау барысында жас өнерпаз қателік кетеді. Өзіне өзі көңілі толмай қысылып кетеді. Ол пьесадан орындап болған соң Сандер шәкіртіне жасаған қателігі үшін өкінбеуін сұрайды. Бармақ тістегенше керемет болды деп айтуға кеңес береді. Кейін жас өнерпаз да, көрермендер де қателікке назарын аудармайды. Дегенмен Сандер өнерпаздың мүлт кеткен жерінен көбірек жұмыс жасайды. Өнерпаз тағы да қателеседі. Сонда тағы да ұстаз шәкіртіне жақсы орындадың деуін тоқтатпайды. Қателік алдындағы қорқыныштан арылуға 15 минутын жұмсайды. Қорқыныштан айырылып толығымен босаңсығаннан кейін аспапта керемет ойнайтын болады. Әуен сондай сазды, еркін әрі оңай шығады. Біздің өмірімізде дәл сондай. Сәтсіздікке мына қызық өмірдің бір жауабы ретінде қарасақ, көп нәрсе өзгерер еді. Қателік жасаудан қорқу, бұдан қалай арыламыз? Қателесу, тағы да қателесу. Допты қақпаға соға алмау, музыкалық партиялық шатастыру, допты қақпаға бақтай алмау. Сара әкесі қоятын сұрақты мен де қойғым келеді. Бүгін қай жерден қателестіңіз? Жауап үнсіздік емес, ұзақ әңгіме болады деп үміттенемін. Қателіктеріңіз жайлы батыл хабарлаңыз. Әкеге деген реніш. Қорғамады, тастап кетті, сыйламады. Мен өмір сүруді жөн көремін. Осы тұста өткенге шолу жасағым келіп отыр. Егер ренішпен қоса тітіркену, ызалану, ашулану, жанның ауруы секілді күшті сезімдерді сезінер болсаңыз, онда сіздің жан жараңыз өте ескі. Сіз психикаңыз қаншалықты қорғанбақ болып сол жерден кетіп қалса, немесе ұрыс жанжал берекені қашырады деп ырымдап жағдайдан шықпақ болса да, кейбір адамдар бәрібір сізді осы сезімдердің тұзағына түсіп алады. Қатты айтар болсақ, олай қорғанудың пайдасы жоқ. Олар одан сайын жаныңды жаралайды. Өйткені қанша дайын болсақ та тағдырдың алдында шарасызбыз. Бала әкесінен мен сенімен мақтанамын, сен күштісің, қолыңнан бәрі келеді, мейірімдісің деген сөздерді естігісі келеді. Иә, бала өзінің талантты екенін, бәрін істей алатын әкенің мақұлдағанын қалап тұрады. Бұл оған ерекше күш пен сенімділік береді. Сынайтын, бағаламайтын немқұрайлы әке баланың таланты мен жетістігін мойындай алмайды. Ал бала болса өмір бойы кемсітілген, мойындата алмаған адам болып өмір сүреді. Мейлі көптеген жетістікке жетсе де сол түсінікпен қалады. Ондай адам айналасынан өзін мойындайтын адамды іздеп алдынан шыққан беделді адамға жағымпазданып жүретін болады. Өкінішке орай, ондай адамдардың қайта-қайта салы суға кете береді. Өйткені оның ішіндегі бостықты ешкім толтыра алмайды. Ол бостықты бала күнінде әкесі, ал өскенде өзі ғана толтыра алады. Өскенде өзін өзі толтыру деген нұсқа үлкен ерлік пен руханиятпен жұмыс істеуді талап етеді деп айтуға келе ме? Оған көп жыл кетуі мүмкін. Ол үшін жаныңның жарасымен бетпе-бет келіп, осы бір жағымсыз сезім жан дүниең қаншалықты дәрежеге жиналып қалған болса, соншалықты дәреже бастан қайта кешіруге тура келеді. Содан кейін ғана барып, бос қалған психологиялық кеңістікті өзін мойындау, өзін бағалау мен өзін сыйлау деген ұғымдармен толтырып тастау керек. Қыз бала мен әке арасындағы қарым-қатынас өте маңызды. Өйткені бұл оның болашақ жарымен жасайтын қарым-қатынасына әсер ететін болады. Бауырларға деген реніш. Ата-анам менен гөрі соны жақсы көрген.
болысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас. Бала кездегі реніштің есейгендегідей дерт болып жабысатын бір мысалы осы. Мұндай өкпе адамның сағын сындырып, өмірге деген көзқарасын өзгертіп жібереді. Әдетте үйдегі балалардың үлкендері кішкентайларға өкпелі болады. Өйткені оларды қаттырақ жақсы көреді және мүлде ұрыспайды. Ал оларды жерден алып жерге салып жазалап, ұрсып жатады. Алайда кенжелердің де ренжитін дүниелері бар. Олар өзіне қарай ағылған өзгелердің ашу ағынан қабылдауына тура келеді. Келемежді, қысымды, қорлықты, кейде ұруды да қабыл алуына тура келеді. Егер сен кішкентай болсаң, үлкен ағаң мен әпкең секілді ақылды емессің, күшті емессің, қабілетің де аз деген түсінік бар. Сен үнемі қатаң түрде бақылап отырған адамның қол астында болуың несі жақсы. Құрандағы Юсуф пен оның бауырлары әкемізге бізден сүйіктірек деген сөзін ұғарымыз. Бір кісінің өз балалары мен өз қыздарын әртүрлі дәрежеде жақсы көруін ешқандай әбестік жоқ. Бірақ ардақты пайғамбарымыз мұны білдірмеуді ескерткен. Балаларға деген сүйіспеншілік әрқилы болуына тыйым салмаған. Бірақ олардың арасында әділ болуы және олардың арасында бір-бірлеріне дұшпандық туғызбау үшін кісі өз сезімін жасыруы керек. Бұрынғы күйеуіне немесе әйеліне деген реніш. Кісілігін жоғалтса, жауыңның қайсысы иттігін кешуге де болады. Ерлі зайыптылар арасында бұрынғы жолдасына өкпе адамның болашағына қатты әсер етеді. Адам болашағын құра бастағанда бұрынғы өткен істеріне қайта орала беретін болады. Осылайша секемденіп, қорғанып, өткеннен сабақ алуды ұйғарады. Әлбетте, жаңа әрі бақытты болашақ құру үшін әуелі ескі қарым-қатынастың ізін өшіру керек сияқты. Яғни ескі діңгекті құлату керек. Кешіру дегеніміз қоштасу, ыза мен реніш сезімімен, ауырсынумен қоштасу. Өткен жағдаймен тұтастай қоштасу. Қоштаспайды екенсіз, ол сіздің ішіңізде бұғып жатып сізді іріте бастайды. Кешірмеу сізді ренжіткен адамға ештеңе жасай алмайды және сол сезім сізді іштей мүжи береді. Қоштасқан екенсіз демек шешімге келгеніңіз деген сөз. Олай болса айырылысқан екенсіз, енді оның артынан сөз айту, айыбын ашу немесе кек сақтаудың түк те пайдасы жоқ екенін түсінуіңіз керек. Сіздерге лайфхак. Құран аятында айтылғандай жақсылықпен ажырасу керек. Сізді қарым-қатынастың әйтеуір біткені емес, қалай біткені алаңдату керек. Қарым-қатынастан, соғыстан қайтқанда емес, керісінше жанашыр жаныңызды ұшаққа, пойызға отырғызып жібергендей, оны өміріңізден босатып жіберіңіз. Өкпелі адамдардың тізімін осылай жалғастырып кете беруге болады. Бірақ біз маңызды дегендеріне ғана тоқталдық. Сол үшін де барлығын кешіріңіздер. Кемелдену кедергілері. Өмірді өзгертсем, жақсы адамға айналсам деп талай рет ниеттенген шығарсыз. Тіпті тағдырымның жаңа парағын ашамын деп сан рет жігерленген боларсыз. Әлбетте, өзімді жан-жақты жетілдіремін деп талай рет ант ішіп сөзде бердік. Бойымдағы жаман әдеттерді тастаймын, кертартпа мінездерін арыламын деп тәуекелге бел буып кірісіп те кеттік. Бірақ әр кез жанбай жатып өше бердік. Қайта тұтана алмай, тұтансақ та лаулап жана алмай, Абай атамыздың не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес дегендей қайран уақытты өткіздік. Әрине, ниет жақсы, талпыныс күшті, алайда сол ниетке жетудің жолын білмек керек. Дана Абайдың егер ісім өнсін десең, ретін тап дегені бекер емес. Жетістікке жету үшін ең әуелі басты кедергілерді анықтап, содан арылу міндет.
Жақсылық жолында бөк түсіп жатқан бөгеттерден құтылу керек. Олай болмағанда басталмай жатып сөнесіз, әрдайым сәтсіздікке ұшырайсыз. Сөйтіп әу бастағы ізгі ниет аяқсыз қалады. Баяғы жартас, сол жартас өзгеріссіз қала береді. Ендеше адам баласының жетілу жолындағы басты кедергілерге тоқталайық. Мақсатсыздық. Арман жай ғана қиял, ал мақсат белгілі бір дәрежеге жоспарланған нақты іс. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай, басы ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, бір күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерге болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдыңа мақсат қоя алмасаң, ғұмырың соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалада адасып қаласың. Уақытты құр босқа өткізген боласың. Яғни арықтағы суда ағып бара жатқан шөп шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деп Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамға үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатты армандаудан қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла, оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманы жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелділікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсатты айқындалмаған адам харекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ, мұндай пенде жетіліп, жігерленуі былай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала егіннен егумен айналысқан егінші, қолы істегені тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғыны бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудасын қолы тиер ма еді, немесе тамағы жоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деуі осыдан. Баянды мақсатсыз бүгін не істесем екен деп құр босқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп өзінің бас бидасы, мақсаты жоқ адам кім көрінгеннің жетегінде тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пендені шақыруын мақұл көріп, ләппайлап жүгіре жөнеледі. Яғни мақсаты бекем емес пендені не болса сол жетектеуден босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгімеге тамашалауға жұмсаған адамның бас бидасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып түрлі құмарлық сезімдермен тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде дамуы, жан-жақты жетіліп, рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл
пендеде асқазан қамын, тәндік рахат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттануды рудың өзге мақсат жоқ. Одан асып барат басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі санаңда, кейін қағаз бетінде көрініс табады. Соның іс жүзінде орындалады. Мысалы, үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейді жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұздырып, әуре сарсаңға түсесіз. Нәтижесінде көңілің толмайтын әттеген-айы бар үй пайда болады. Ендеше өмірде жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өкінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда ақыл ой саранға түсіп, қалай бағыт аларын білмей абдырайды. Бұндай күйге түскен адам күш қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды. Ал айқын мақсат қойғанда ақыл ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп, назарын сол ішке шоғырландыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бағытқа қарай харекетке көшіп қозғалады да, білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын да сол мақсатқа жұмылдырады. Ең ізгі адам. Хан баласына да қазақтың хақысы бар. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1912 жылы Айқап журналы арқылы білімділерге қойған пәл салалық күрделі сұрақтардың бірі ең жақсы адам қандай кісі деп келеді. Дәл осы сұрақты пайғамбарымыз сахабаларда қойған болатын. Алла елшісі адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйікті адам адамдарға көбірек пайдалы болған кісі. Аллаға ең сүйікті іс адам баласына қуаныш сыйлау, біреудің қиыншылығын кетіру, қарызын жабу, аш адамның қарнын тойдыру болмақ. Бір адамның мұқтаждығына болысып уақыт өткізу мен үшін мына мешітте бір ай оңашаланып құлшылық жасағанымнан да абзал деп жауап берген екен. Демек, адамзатқа кімнің пайдасы көбірек десе, сол адам Алланың ең сүйікті құлы. Ең әуелі аманатың бала-шағаңа, ағайын туысқа, айналаңа, халқыңа пайда келтіру болса, ол үшін өзің жан-жақты жетілген, барынша кемелденген тұлға болуың керек. Ғұмырың ұйқымен, қысыр әңгіме, арзан әзіл, ойын күлкі, бос сандалумен өткізген адам ел түгілі қара басына пайда келтіре алмайды. Білімнен жұрттай бойындағы қарым қабілетін аша алмаған кісінің қоғамға пайдалы болуы екі талай. Міне, сондықтан шәкәрім данышпан мына бір өлеңде: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арсақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанба, салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңдағы бақ үшін. Өмірді сарп қылып өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет келешек қамы үшін. Қайтадан қайрылып қауымға келмейсің, барыңды нәпсіңді тірлікке бергейсің. Ғибадат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің. Деп пенде баласын адами борышын өтеуге, ал оны өтеу үшін білімді өнерлі болуға шақырады. Абай басқаға пайда тигізу Құдайдың нағыз жолы екенін айтады. Дүниеде түпкі мақсаттың өз пайдаң болса, өзің қиянатлысың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап?
не түрлі болса да, я дүниеңмен, я ақылыңмен, я малыңмен, ғадалат, шарағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құдайдың жолы. Демек, адамның өмірге келгендегі міндеті басқалардан пайда көру емес, керісінше айналаңа қызмет етіп пайдалы өмір сүру. Осыны толық түсінген кезде ғана ол шынайы бақытқа қол жеткізеді. Көкірегі қуанышқа толады. Бұл жолда кездесетін қиыншылық пен сәтсіздікке мойымайды. Бойыңа сарқылмайтын жігер мен алапат қуат ұялайды. Нәтижесінде ол сөзсіз жетістіктің тұғырынан табылады. Адамның өзіне деген сенімсіздігі. Өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Адамның өзіне деген сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесіз аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар, оны өзгерту қиын. Тағы басқа. Үмітсіз ойлар сананы торлап алған кезде адам баласының өзіне деген сенімін жоғалтады да айналасындағы жетістікке жеткен жандарға бөлек қабілет, қайталанбас талант иесі немесе сәттілік әрдайым жанында жүретін бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның қол аяғы жіпсіз байланып, ынжық бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспәптап жаратқан туындысы, һәм ардақты қолтаңбасы. Сөзсіз бір адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятына назар аударсақ, Алла тағаланың әрбір адамға қабілет қарым бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер дамытқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін түсінуі тиіс. Сонда ғана адам өзін күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай хакім: ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз деп, кертартпа кесел ойды тастап өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасағанын адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді, бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірақ оқыған, тоқыған ғылым бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желмен пайда болған арадағы алшақтықты Алла дарытқан ішкі сыртқы ресурстарды даму нәтижесінде пайда болып отыр. Әсіресе жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсы бір қырлары ерекше талант, өзгеше дарыны болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарының, мән бермей жүрген қабілет қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып жетілдіруге ұмтыл, дамытуға әрекет ет. Тіпті өзіңнің кейбір әлсіз қабілеттеріңді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуыңа әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы, Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Туа бітті мінез өзгере ме? Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім.
Абай атамыз айтқандай. Адамның табиғатында туа бітті мінез болады. Ол өзгереді һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден ала да туады, құла да туады. Демекші, бір әке-шешемізден дүниеге келген балалардың әрқайсысы бір әлем, өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей. Әрқайсысының бедерленіп алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет қарым дәнектерін дұрыс бағытта жетілдіруде. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу баста адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілділік пен ынжықтық, үнемшілдік пен сараңдық, жомарттық пен ысырапшылдықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетің, теріс қолдансаң қасіретің болмақ. Үлкенді сыйлайтын көркем мінез иесі болсаң кішіпейіл, ал бүгежектеп көрінгенге басисең ынжық атанасың. Сондай-ақ өр көкірек пен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасаң, Хаттабтың Омарындай мінезі өр әділетті халифа боласың, ал теріс жолда қолдансаң, перғауындай жауыз боласың. Әзіретті Омардың исламға дейінгі өміріне көз жүгіртсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омармен көп айырмашылықты байқай алмайсыз. Омар ол кезде көшбасшы, айбатты, тік мінез, айтқаннан қайтпайсың, қайсар, намысшыл еді. Осы мінез дұрыс бағытта қолданбағандықтан көбіне қатыгездікке, әлімжеттікке бой алдыратын. Ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейінгі Омар әділетсіздікті көрсе, найзағадай жарқылдап, күндей күңкірейтін өр мінез, айбынды, қара қылды қақ жаратын, әділ мен мейірбан халифаға айналды. Омардың туа бітті табиғаты мінезін өзгерген жоқ, тек дұрысқа бет алды, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы, ұстамды, жомарт Әбу Бәкірдің де, жібектей жұмсақ, биязы Османның да мінезін өзгерткен жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының «Мен егер закон қуаты қолымда бар болса, кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім, деп кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуді емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелдендіруге болатынын айтып отыр.